Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжі. Бүгінгі сабағымыз тоқу өндірісінің технологиясы және құрал жабдығы пәні. Сабағымыздың тақырыбы карта иіру жүйесі. Орындаған Қалдарбеков Дәулет Қанатұлы, Шымкент қаласы, 2020 жыл. Табиғи талшықтардың талшықты массасы жинаудан және алғашқы өңдеуден кейін иіру фабрикасына кетеді. Мұнда салыстырмалы түрде қысқа талшықтар үздіксіз берік жіп, иірілген жіп алу үшін қолданылады. Бұл процесс иіру деп аталады. Табиғи талшықтармен бірге штапельді химиялық талшықтар да иіру фабрикаларында өңделеді. Иіру процесін 3 кезеңге бөлуге болады. Біріншісі целлюлозаны дайындау және одан лента қалыптастыру. Екінші таспаны иіруге дайындау. Үшіншісі иірімжіпке айналдыру. Бірінші кезең қопсытуды, араластыруды, ұруды, тегістеуді қамтиды. Қопсыту кезінде талшықтардың тығыз сығылған массасын целлюлозаны арам шөптерден жақсы араластыру және тазарту үшін ұсақ бөліктерге бөледі. Әртүрлі топтамалардан босатылған талшықтарды бір-біріне араластырып, біркелкі қасиеттері бар шикізаттың үлкен партияларын алады. Мақта, жүн және басқа талшықтардың жеке партияларының ұзындығы, қалыңдығы, ылғалдылығы және басқа да қасиеттері әртүрлі. Сондықтан әдетте талшықтардың бірнеше партиясы араласады. Содан кейін олар ұруға көшеді. Екінші кезең таспаны иіру және алдын ала иіруге дайындау. Дайындық екі процестен тұрады. Алдымен таспалар қалыңдығына қарай тураланып бүктеледі. Содан кейін бүктелген таспалар шығарылады, ал таспа жіңішкерген кезде талшықтар түзетіледі. Таспаларды сызғыш жақтауларына туралаңыз және созыңыз. Бірнеше таспаны бір-біріне жалғап, біркелкі тартыңыз. Сызу рамалары жиіліктің өсуімен айналатын бірнеше жұп біліктермен жабдықталған. Олардың арасынан таспа біртіндеп жіңішкеріп, ондағы талшықтар қозғалыс бағытына бағытталады. Үшінші кезең иіру. Онда өнімнің соңғы жұқаруы және оның бұралуы жүреді, яғни арқанның иірілген жіпке айналуы. Сондай-ақ оны берілген пішін мен өлшемдегі орамға орау. Иіру жүйесі бұл целлюлоза жіпке дейін өңделетін процестер мен машиналардың жиынтығы. Белгілі иіру жүйелері бір-бірінен негізінен екі негізгі процесті жүзеге асыратындығымен ерекшеленеді: целлюлозаны карттау және өнімді жұқарту. Мынау кестеде карта иіру жүйесінің орындалу тізбес схемасы көрсетілген. Сол жағымызда 3 түрлі схеманың жүргізілуі орыс тілінде жүргізілген. Ал оң жағында қазақшасында карта иіру жүйесінің схемасы көрсетілген. Карта иіру жүйесінде бірінші қопсыту және ұру процесі жүргізіледі. Одан бізден холст алынады. Холст дегеніміз ол жеңіл қопсытылған, қопсынды дейді ғой орысша, сондай масса. Одан кейін тарау, чесание үрдісі жүреді. Одан біз лента аламыз. Лентаны тегістеп және созу арқылы қайтадан лентаның созылған түрін алып, одан кейін иірудің алдындағы операцияларды дайындаймыз. Одан біз жазықтық, орысша ровница алып аламыз. Одан кейін тоқу үрдісі арқылы карта иірім аламыз. Жалпы карта иіру жүйесі ең кең таралған. Талшықтарды карта иіру жүйесі картты тарақтайтын машиналарда жүзеге асырылады. Осы машиналардан алынған талшықтардың жұқа қабаты белдеу түрінде қалыптасады. Содан кейін лента сызғыш құрылғыларында ағыс машиналарын тарту арқылы жұқарады. Бұл жүйе бойынша сызықтық тығыздығы 15-тен 84-ке дейін текс жіптер орташа штатты мақтадан, сондай химиялық және қысқа зығыр талшықтардан алынады. Сабақтың соңы назарларыңызға рахмет.